Bir ағайның қалада тұрған малайы ауылға қайтқандай. Атасы, олым, пішен жиысырға болыш әлі, тұрмау үшіні ал да бұлынға барайық деп өтінген. Ей, әтей, мен ауыл сөздерін ұнытып та бітірдім енді. Нәрсесің әлі ол тұрмау үш деген малайы. Әуізі кілет янынан өзі бара екен. Шында сияп қойылған тұрмау үшінің тішіне аяғы білен ялғыш басқан. Тұрмау үшінің сабы шақ еттіріп маңғайына кетіріп те берген. Малай башын тұтып, «Хей, қойсы үйлері юл үстіне тұрмау үш сияп қойған» деп қышқырып жіберген. Әтесесе, тұрмау үшінің не екенін тішіне басқашы білірсің деп миық астынан ғана күліп тұрған. Шулай бұл мені. Хайлакер бір хайладан құтылам деп, екіншісіне батар дейбет татар халық мәқәлі. Бір ауыл кішісі моллаға келеді, сенің сиырны менің сиыр сүзген, жүрегін қадап өтірген. Бұл мәселені нешік шешеріп екен деп сұрай. Нешік болсын, сиыр хақын төлесен бола, шариғатша хүкім шол сеңа дей молла. Мұны шітке шағай, «Хай, хазірет, ялғыш айтып жібергенмін. Менің сиыр сенікін түгел, сенікі менікін сүзіп өтірген. Енді не ішлейм? Соңғы сиырымнан яздым. Шишу юлын тапсағызла» деген. Молла қаударланып, «Сенің сиыр қара болған міне? Хей, қазалы болғансың екен шол. Пышақлайды алмай қалдың ма? Мана шариғатша хүкім етеміз енді. Ұстап еке, қоя шығар әлі тіге ешіл тішлі китапны деп қышқырған. Ах, әлі шулай мұны. Сенекін сүзсе, мен хақын төле. Әменекін сүзгеш, ешіл тішлі китабыңны іздейсің мұны деп ағай гіл өз яғына, өз файдасына қайырушы молланы ұятлы ите. Ялқау бір қыз, келін болып түшкеш, қайнанасаны йырт-жир сиырлар білен таныштырғанда, сүт шелегін көрсетіп, «Келін, міне сиңа шелек, ертен сиырны шуңа сауарсың» деп қолына тапшырған. Ертен келінні өзі ятып шығарғанда қайнанасы, «Енді келінім болғаш, қарт күнімді тынышландым» деп, сиіне-сиіне яңадан орнына кіріп ятқан. Ол да түгіл, ялқау келін бұл шелегін көтеріп, кері кіріп те жеткен. Қайнанасы бейік қажепленіп, «Неге сиырны саумадың?» деген сұрауына қаршы, «Абзары қызын ері бәйленіп шықтым. Сауар едім сиырны. Абзары қыз қиық, шелек тұру тұрмай» дегенде орнына созылғанда ятқан. Қайнанасы не ейтірге де білмеше, тілден қалған емеш. Ішли білмеу қорлығын бүтен себеплерге сылтаушылар. Ішлемес үшін меңде бір әмел табушылар тұрында халқыбыз ялқауның ялы 5 күн деп юққағына айтмаған шол.